Biz sizlarga qayerdan ko'rsatuvni ulantamiz. Bu yerda qora tusdagi Mercedes Millennium turadi. O'zingiz ko'rib turgandaylar. Yıl 2002-yılı çıkarılgan, objem 3.2, AMG $5.300. Artı jaqtарын ko'rsatib ketaylik shu unani sizlarga. Menimcha qiziqqanlar ko'p bo'lishi kerak. Yaxshi unan ekan. Ko'ringizlar. Bu yerda Mazda Demio turadi. 2001-yılı chiqarilgan 1.5 objemdagi. Bası $3.500. Aynen biz bu жағынан көрсетеміз. Volkswagen Passat B4 94-жылы шығарылған 2 объемдағы. Бұл ұнаның коробкасы автомат екен. Басы $3.200. Көріңіздер, ішкі салонына тартып көрсетеміз. Biz дальше sizlarga ko'rsatamiz. Bu yerda Suzuki Wagon R Plus degan nom turadi. 2003-yılı chiqarilgan 1.3 objemdagi. Basi $3.700 ekan. $3.700. Suzuki Wagon. Görüyorsunuzlar, biz daha sizlerge keyingi unalarda ko'rsatuvni ulantamiz. 96-yılı chiqarilgan 2.5 objemdagi Mitsubishi ne degan unan ekan bu? Hozir ko'raylik. Mitsubishi Delica birdemke degan unan da bu. Men atımni o'zi to'liq bilmay жатам. Keyingisini hareket qilaylik bilganga. $2.500 so'rab chiqargan. Telefon numerini yozib olingizlar. Remy bu yerda bo'lsa Toyota Raun 2003-yılı chiqarilgan 1.5 objemdagi, basi $4.300. Ko'ringizlar, Remy bu yerda bo'lsa Opel Vectra turadi. 2003-yılı chiqarilgan 1.6 objemdagi 6 расход qiladi deb yozib tur. Ko'rib turasizlar, $2.100 so'rab chiqargan. Bu yerda bir jashil tusdagi, yaxshi ko'zga yoqimli bir Golf 3 turadi. 95-yılı chiqarilgan. 111.000 kilometr yuribdir. Mexanika 1.8 objemdagi, basi $195.000 so'm. Telefon nomerlari 0772 41 64 00 degan nomerlarda ekan. Ko'ringizlar, shu bo'yicha ochiq bo'lsa hozir ko'rasiz, hozir ochiq ekan. Panellari ichidan jit-jitlanganlari, jalyuzi bor ekan. Sidenlarni qarab ko'rsangizlar, sidenlari yaxshi. Sidenlari. Men bu yerda bir yaxshi bir Mercedes turibdi, shuni ko'rsatadi. Mercedes 3.2 objemdagi 99-yılı chiqarilgan, basi $5.500. Gruppalar ellemey bu yerda olsa Audi S4 qizil tusdagi universal ekan. Mexanika 92-yılı chiqarilgan. 2.3 objem. Basi kelishimli, telefon nomerini yozib olingizlar. O'zingizlar ko'rib turasizlar.
Балдары жақшы. Біз бұл жақтан кейінгі уналарды көрсетіп ондамыз. Бұл жерде болса Toyota Avensis версия дизель екен. Не таксование деп жазылып тұрады. Бірінші хозяин 2002 жылы шығарылған 2 объемдағы круиз контроль, климат контроль бар деп жазылып тұрады. Басы $3700. Цена окончательно сколько? Свою цену скажете, поговорим. Ну, примерно сколько окончательно за это? 3300. $3300 береді екен. Реальный клиенттер болса. Көріңіздер. Біз жолдың ар бетінде тұрған Мерсті көрсетеміз. Сечка, правый рул. Абалы жақсы көрініп тұрады. 2001 жылы шығарылған 2.6 объемдағы краскасы родной. Сізге өйді? Мотор коробка идеялы деп жазылып тұрады. Басы $3300. Ақырғы басы қанша бересіз бәкім? Реальный клиент болса. $100 ғой? $100. Реальный болса. Реальный болса түсіп бересіз. Үчейке береді кәсті шонда. Телефон нөмірін жазып алыңыздар. Көріңіздер. Шынында таза машина екен. Көріп қойыңыздар. Правый Мерс. Шынында егерде мен ақша болғанда шулананы алып қоймақпын, бірақ шынында таза. Ақ тұстағы кожаный сиденье екен. Поликтер жақтарында көріп қойсаңыздар, таза. Меніңше аз еле айдалған өшет бұлына. Көріп қойыңыздар, біз енді кейінгі ұналарға өтеміз. Бұл жерде дағы бір Мерс 124-ші күзуындағы тұрады, 95 жылы шығарылған 3.2 объем, басы $4500. Артынан дағы көріп қойыңыздар. Мерстің абалы жақшы. Ішкі салонында аз көріп қойыңыз. Коробкасы автомат. Сиденьелері жақшы. Көріңіздер. Бұл жерде дағы бір Мерсті көрсетеміз сіздерге. Миллениум екен, 2.8 объем, 99 жылы шығарылған. Басы $4150 екен. Телефон нөмірін жазып алыңыздар. Біз ішкі салонындағы сіздерге көрсетіп кетеміз. Машина көріңіздер, біз дағы бұл жерде Honda Accord левері жасыл тұстағы екен. Коробкасы автомат, $3700. Көріп қойыңыздар. Бұл жақтарындағы көріңіздер, біз сіздерге башқа жақтағы ұналарды көрсетуін ұлантамыз. Бұл жерде Subaru Outback'тің ескі үлгісіндегі 99 жылы шығарылған 2.5 объемдағы жасыл түстегі Outback тұрады. Басы $3500. Бұл жақтарындағы көріп қойыңыздар. Пробег қанша екен? Пробеги 250.000 километрдің тегерегінде жүріп қалып тұр. Ақырғы басы қаншаға бересіз? Реальный клиент болса? 3-ке бересіз бе? Жасалу жүйелері жоқ, мотор коробка
Macibet. Mына көріңіздер, 3000 долларға береді екен. Біз бұл жақтан башқа уналарды көрсетеміз сіздерге. Бұл жердегі Mazda Примесі деген унаны көрсетіп кетелі. 2002 жылы шығарылған 1.8 объемдағы, басы 3600 доллар. Mazda Примесі. Ақырында сіздерге бұл жерге ушул видеоны ақырқы унаны көрсетіп кетелі. Volkswagen Vento 93 жылы шығарылған 1.8 объемдағы, басы 140 000 сом екен. Көріңіздер, артынан дағы жақшы көрініштері жақсы, ұрылған, түзделген жерлері жоқ. Біз кейінгі видеоға чейін бізменен бірге болып тұрыңыздар. Biz hazırda қайрадан баштаймыз.